35-ші насихат. Ұлы Алла былай дейді: ей адам баласы, сен екі мейірімнің арасында тұрсың, бірақ қайсысының саған үлкен мәні бар екенін білмейсің. Адамдардан жасырын күнәларың ба, әлде алғыс пен сұлулық па? Егер адамдар сен туралы мен білетіндерді білсе, олар саған сәлем бермес еді. Сенге берілген денсаулық, адамдарға тәуелсіз болу, олардың саған мұқтаж болуы және олардың зиянынан сақталуы әлде қайда маңызды. Маған мадақ айт, өз мейірімімнің сен үшін қаншалықты құнды екенін біл, және амалдарыңды көрсеткіштен тазартып, сапаршыдай азық жина. Аштықтан қорқып, менің Аллахымның аршының астында игі істер жаса. Ей адам баласы, сендердің қатты жүректерің өз амалдарыңнан жылап, амалдарың тәндеріңнен, тәндерің тіліңнен, тілдерің көздеріңнен жылады. Мені тыңда. Менің қазмаларым ешқашан таусылмайды. Басқаларға қанша жұмсасаң, мен саған сонша жұмсаймын. Беруден бас тартсаң, мен де саған солай ұстаймын. Сенің мейірімділікке қатмасың берілген ризыққа қатысты ұқыпсыздық пен қорқыныштан туындайды, немесе менен сенімсіздік пен қорқыныштан. Шын мәнінде, менің сенің мінезіңнің негізгі ерекшелігін ризыққа алаңдау екенін білдім. Сен алаңдасаң, мен саған ризық беремін. Беруден қорықпай, маған берілген ризықты менің құлдарыммен бөліс. Мен саған өтем беремін, уәде беремін. Сондықтан менің кітабымға неге күмәнданасың? Кім менің уәдеме сенбесе, және менің пайғамбарларыма сенбесе, ол менің билігімді жоққа шығарады. Ал кім менің билігімді жоққа шығарса, мен оны бетімен тікелей тозаққа тастаймын.